Ассалаумағалейкум қазақ елі. Астанада Нұр-Сұлтан қаласында Рыскелді Қажы мешіттің алдындамын. Осы менің үйім ғой, бұл үйімнің алдында. Бүгін жылы ауа райы болды Астанада. Жел де онша болған жоқ. Қордай оқиғалары туралы менен көп сұрайсыздар. Менде бұл туралы бір ауыз өз ойымды айтып кеткім келді. Енді бұл оқиғалар шынымен де өте қорқынышты және өте өкінішті оқиға болды. Өйткені адам өлімі болды ең бастысы. Ешкім адам өліміне қуануы мүмкін емес, қандай себеппен болса да. 10 дунган азаматы қаза тапса, бір қазақ бауырымыз қайтыс болыпты. Қаза тапқандардың отбасыларына қайғырып көңіл айтамын біріншіде. Қазақ бауырымыз да иманды болсын, жері жаннатта болсын деп тілеймін. Мен осы оқиғада ең басты кінәлілердің бірі ретінде сол құқық қорғау органдарын көремін. Өйткені дунган азаматтардың бір қазақ шалымызды, атамызды сотқа жыққанын, сол 2 баласымен бірге. Ол туралы хабар желіде тарағаннан кейін, сосын жол полициясына дунгандар итеріп, ұрып, соғып, сол сұмдық көріністері тарап кеткеннен кейін, халықтың қарап отырмайтыны айдан анық еді. Уақыт жоғалтпай, енді құқық қорғау органдар дегенде енді ішкі істер министрлігіне қарасты полицияны айтып отырмын ғой. Уақыт жоғалтпай олар дереу барып, сол қылмыскерлерді ұстау керек еді, қамап тастау керек еді, сонда желден халыққа көрсету керек еді. Не болса да болары болды, енді қайталанбасын деп тілейік, ең бастысы. Бірақ бұл енді кездейсоқ деп ойламаймын бір жағынан. Өйткені естеріңізде болса, Қарағанды қаласында бірнеше көше атауының қазақшалауынан кейін өзін интернационалистпін деп жүрген Бақытжан Көтбаев деген азамат Павлодарға барып, естеріңізде болса, Павлодарда қала атауының қазақшалауына қарсы жиналыс өткізіп еді. О жерде де меніңше бір арандату мақсат бар еді. Өйткені Құдайға шүкір, енді қазақ халқы о жерге барып өзінің қарсылығын білдіргенмен дөрекілік танытқан жоқ, мәдениетті түрде қарсылық көрсетті. О кісіге айтарын айтты. Сол Руза апайымызды көрдік о жерден. Негізі бұлар біледі ғой, қазақ халқының қандай момын, бейбітшілікті сүйетін, адамгершілігі мол халық екенін жақсы біледі. Көп ұзамай желіде 2 видео тарап кетті. Естеріңізде ме? Бір орыс жігіт қазақ тіліне тіл тигізіп, екіншісі домбыраны жерге ұрып, сындырып дегендей бір сұмдық видеолар әдейі таратылды деп ойлаймын. Өйткені қазақтың ішкі және сыртқы жаулары халықтың шыдамының шегін тексеріп отыр меніңше. Енді қанша момын болғанмен, енді әрбір адамның шыдамының шегі бар емес пе? Енді сол 3 оқиғадан кейін көп уақыт өткен жоқ қой, сол Қордай оқиғалары болып кетті. Біз естуіміз бойынша бұл Қордайдағы мәселе бүгінгі мәселе емес екен. Бұрыннан сол 2 халықтың арасында бір проблемалар болып жатыр екен онсыз да. Енді бұл соңғы тамшы болды деп ойлаймын да, сол атамыздың соққыға жығылуы. Ондай жағдай көргенде бәріміз өз атамызды елестетеміз емес пе? Әрине қарап отырмайды халық. Қаншама сабырлыққа шақырғанмен, енді құқық қорғау органдары барып, тиісті шараны қолдану керек деп ойлаймын. Енді осы жерде қайталап айтайын, кейбір жаман ниетті адамдардың
арандатуу ою ғана бар деп мен көріп отырмын. Өйткені бәрі біледі ғой, енді қазақ халқы бейбітшілікті сүйетін халық екенін бәрі біледі. Оны білмейтін адам бар ма? Бір мысал келтіріп өтейін. Былтыр болу керек. Былтыр бір Түркияның азаматы, бір жігіт, енді ұлтын білмеймін, қай ұлттың өкілі болса да, Түркияның азаматы ғой әйтеуір. Жедел жәрдем жүргізушісі, орыс ұлтының өкілі бір шалға қол көтеріп бір видео тарап еді, естеріңізде ме? О кезде қазақта ұлтшылмын деп жүрген ең ұлтшылдардың өзі сол орыс шалды қолдады емес пе? Мен шынымен де көзіме жас алып қуанып кеттім. Енді неге дейсіздер? Өйткені менің қазағымды мен неге жақсы көрем? Сол осы адамгершілік мінезі үшін жақсы көрем. Өйткені оның сол шалдың жүргізуші шалдың ұлты орыс болғанмен ол Қазақстан Республикасының азаматы. Және қазақ ұлты әрқашанда өзінің азаматын қорғайды. Өйткені бұл әлемдегі ең сенімді халықтардың бірі болып табылады қазақ халқы. Көрдіңіз бе? Егер қазақта жалпы айтқанда түркіде нацистік, енді бұл расизм дейді ғой, бір нәсілшілдік сезім болса, сөйтпес еді ғой. Мен қуанып кеттім, Түркиядағы достарыма да үлгі ретінде айттым, мінеки дедім. Қазақстанда жүрген қандай ұлттың азаматы болмасын, барлық адамдар өзі қауіпсіздігіне ешқандай күмән келтірмейді. Өйткені қазақ халқы ең бірінші өз азаматын қорғайды. Оны ұлтқа бөлмейді. Мынау орыс, мынау дуңған, мынау қазақ, мынау түрік деп ұлтқа бөлмейді. Азаматы ма? Бірінші азаматын қорғайды. Екіншіден тағы бір мысал ретінде айтып кетейін. Өткен 1-2 жыл бұрын Сирияда соғысып жатқан тараптар сол Астанада бас қосып, өздерінің проблемаларына шешімді қай жерде іздеді? Осы Қазақстанның елордасында, Астанада іздеді. Егер шетелдік бақтарды оқып көріп жатқан болсаңыздар, сол процесс әлде Астана процесс деп аталып жатыр. Бұл нені білдіреді? Бұл тек қана қазақ халқы емес, сол қазақтың мемлекеті Қазақстан әлемдегі ең бейбітшілік сүйер, ең сенімді, ең қауіпсіздігі мықты елдерінің бірі деп есептелінеді. Осыны білдіреді. Әрбір ұлттың өкілі, әрбір мемлекеттің азаматы Қазақстанға келгенде өзін 100% сенімді, қауіпсіз сезінеді. Өйткені қазақ халқы да, Қазақстан Республикасы да бейбітшілікке ғашық, татулықты жақсы көретін, ауызбіршілігі мықты ел, халық болып есептелінеді. Енді осындай Қордай оқиғасы сияқты оқиғалардың қайталанбауы үшін не істеу керек? Бәрі де сол тілге тіреліп қалады емес пе, ағайын? Бір елдің халқы бір тілде сөйлемесе, орталарында осындай мәселелер әрқашанда болады. Және арандатушылар әрқашанда табылады. Ұлттарды бір-біріне жау қылу үшін, осындай ұлттардың ортасына от салу үшін дайын болып тұрған шетелдік немесе ішкі жаулар әрқашан табылады. Бәрі де келіп сол тілге тіреліп қалады. Өйткені біздің бір мәселеміз, біз өзге ұлттарға әлде өзге ұлттарды шаңыраққа қарата алмай жатырмыз. Шаңыраққа қарату дегенде кейбір адамдар басқаша түсінеді. Енді құлаққа онша жағымды емес, бір түрлі естілетін сияқты. Олай деп ойламаңыздар, ағайын. Енді бұл қазақтың жері болғаннан кейін оны мәдениетті түрде ұлттарды шаңыраққа қаратудың жолдары бар.
Енді көп адам айтады ғой, мысалы билік анандай, билік бүйтті, заң шығарған жоқ деп. Мен сіздерге мысал келтірейін. Мен өздеріңіз білетін шығарсыздар, мен жиі Бішкекке барып тұрам. Бішкекке барғанда енді Қордайдан өтем ғой. Бішкектен Қазақстан шекарасына өтіп, такси күтіп тұрмаймыз ба? Сол шекараның алдында ше. О жерде 20 қазақ таксист болса, біраздан кейін бір дуңған таксист келетін болса, сол қазақ бауырларымның бәрі де бірден орысша сөйлеп, сол орысшаға көшіп кете береді, білесіздер ме? Енді бұндай жағдайда сіз өзге ұлттарды қалай шаңыраққа қарата аласыз? Мен ешқандай күмәнім жоқ, сол таксист бауырларымның бәрінде іші күйген шығар, сол Масанчидегі оқиғалар себепті. Олар да ашуланған шығар, мүмкін сол ауылға шабуыл жасағандардың ішінде олар да бар еді, мүмкін. Бірақ енді бұл мәселені сол шыққан қайнар көзінде құрту керек емес пе? Сіз өз ұлттылығыңызды сыйламасаңыз, өз тіліңізде сөйлеп, өзге ұлттарды өз тіліңізде сөйлеуге шақырмасаңыз, мәдениетті түрде шаңыраққа қалай қаратамыз оларды? Айтыңызшы. Енді дуңған ұлтының өкілдері де түсінуге болады. Енді адам психологиясы, ұлттары Қытай болғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, сол дуңған ұлтының жастарының жартысынан көбі Қытайдың қолдауымен білім алып келген, олардан көмек көріп жатқан халық бұлар. Енді өз арттарында алпауыт мемлекет сезінгеннен кейін бұлар енді адамның бұлай төбесіне шығып кетуге дайын отырған халықтар ғой. Енді дуңған деп мен кінәлап отқан жоқпын. Біз жеке өмірімізде де егер бір кісіге асыра кішіпейілділік таныссақ, сөйтеді емес пе? Біздің төбемізге шығып кете береді емес пе? Сосын біз оларды төбемізден түсіре алмай қаламыз, я? Өмірімізде солай емес пе? Естеріңізге түсіріңіздер. Сол үшін әрбір мәселені мәдениетті түрде шешуге болады. Шаңыраққа қаратуымыз керек әрбір ұлттың өкілін. Бірақ ұрып, соғып, өрттеп, боқтап, өлтіріп емес. Оның басқа да жолдары бар. Ең бірінші қазақша сөйлеуіміз керек. Біз қазақша амандасып, қазақша сөйлесек, олар біріншіден түсінеді, бұл кімнің елі? Әрине оларда тең құқықтары бар азаматтар болғанмен, бұл қазақтың жері екенін олардың естеріне салып жүрейік. Олар осыны ескерген сайын өздері шаңыраққа қарап жүреді деп ойлаймын. Мен осы жерде Қазақстан Республикасының азаматы түркі ұлтының өкілдеріне, түркі халықтарының өкілдеріне де айтатын бір-екі ауыз сөзім бар еді. Енді негізі айтпай-ақ қойсам да болады, өйткені олар бәрі де біліп жүр ғой. Енді өзбектер, ақысқалық түріктер, ұйғырлар, қырғыздар, енді неше түрлі түркі халықтар бар емес пе Қазақстанда жүретін Қазақстан азаматтары. Сіздер ұмытпаңыздар, естеріңізге сала кетейін, осы Қазақстан бүкіл түркінің киелі атамекені екенін өздеріңізде білесіздер. Біз жан-жаққа шашырап кеткенде осы қара шаңырақты, осы атамекенді сақтап қалған осы біздің қазақ қандастарымыз. Біздің киелі атамекеніміз болғанмен, осы жердің іс жүзіндегі иесі осы қазақ қандастарымыз екенін әсте ұмытпаңыздар. Енді менің Қазақстан азаматы түркі бауырларымның бәрі қазақша біледі деп ойлаймын, бәрі қазақша сөйлеп, қазақтың шаңырағына қарап, үйді сыйлап, бұл құраушы ұлт дейміз ғой. Құраушы ұлт қазақ болғаннан кейін қазақты құрметтеп, бағынып, кәдімгідей енді айтудың ешқандай артықшылығы жоқ деп ойлаймын. Әрине біз бәріміз қазақ ұлтына бағынуымыз керек біріншіден. Өйткені мен неге түркі бауырларыма
осы ескертуді жасадым. Өйткені біз түркілер басқа ұлттарға үлгі болуымыз керек. Біз өзіміз шаңыраққа қарап жүргенімізді қазақ тілінде сөйлеп, қазақты құрметтеп, ата мекенді сыйлап жүргенімізді көрсетіп, басқа ұлттарға біз түркі халықтарының өкілдері қазақтың қандастары ретінде үлгі бола аламыз деп ойлаймын, ағайын. Енді артып кетсем, ай етпеңіздер. Ең бірінші Қазақстанға татулық тілеймін. Татулық болса, бейбітшілік болса, халықтардың арасында басқа халықтар қазақты сыйлап, қазақтар оларды құрметтеп, қорғап жүрсе, жақын арада Қазақстанымыз осыдан да өркендеп, өсіп, дамып, дәл сол Астана процесі деген сөзді естігенде мен әр естіген сайын Түркияның радиоларынан, телеарналарынан көп естимін да, естіген сайын бір марқайып кете берем. Бір қуанып қалам, білесіздер ме? Астана процесі деген бейбітшіліктің процесі. Ол татулықтың әлем бойынша бейбітшіліктің орталығы қай жер? Сол Қазақ даласы. Әлемге бейбітшілік таратып жатқан осы елдің азаматтары ретінде сабырлықты сақтап, татулықты, бірлікті, ынтымақтықты, бейбітшілікті көтере берейік, ағайын. Мен бірақ нәрсе айтам. Еліміз үшін. Бірақ 3 рет айтам. Бірлік. Бірлік. Және бірлік. Сау болыңыздар.